Циститтің алдын алу өте маңызды, егер ол сізде жиі қайталанатын болса. Дәлелденген және тиімді профилактика жолдарын айтып өтейін. Суды жеткілікті ішу, күніне 1,5-2 литр су. Бұл қуықты шайып, бактериялардың жабысып қалуын азайтады. Дәретке шыдап жүрмеу, қуықты ұзақ толтырып жүру инфекцияға жол ашады. Жыныстық қатынастан кейін міндетті түрде зәр шығару. Бұл бактериялардың уретраға түсуін алдын алады. Егер де жыныстық қатынастан кейін қайта-қайта цистит мазаласа, гинекологқа міндетті түрде көрініңіз. Дұрыс гигиена, алдынан артына қарай жуу, күнделікті агрессивті гельдерді қолданбау, вагиналды спрей, ароматталған прокладкалардан бас тарту, іш қатуды болдырмау, ішек микрофлорасы маңызды рөл ойнайды. Демоноза препаратын профилактика ретінде қабылдасаңыз болады. Эшерихия коли бактериясын жабысуын тежейді. Суық тиюден сақтану, суық жерге отырмау, ылғалды купальникпен ұзақ жүрмеу. Қайталанатын цистит болса, міндетті түрде зәр анализі, бакпасев, мочи, яғни антибиотикке сезімталдықты анықтау керек. Егер де сізде цистит болса, бірден гинекологқа барып қаралып, дұрыс ем алыңыз. Сол кезде қайталанбайды.